Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге красный барқыт трайфлын рецептін ұсынғалы отырмын. Бұл трайфлдың дәмін көргенде бірден ғашық болған едім. Сіздерге де сол рецепті ұсынғым келеді. Сондай нәзік, сондай дәмді қонақтарға ұсынсаңыздар да, өздеріңізге де отбасыларыңызға да барлығына ұнайды деген сенімдемін. Ендеше осы рецептпен бөлісе кетейін. Сіздерге ыңғайлы болу үшін холденшігімен істеп көрсетейін. Жұмыртқамыз бен шекерімізді қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Миксермен де жасасаңыздар болады. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұйық майымызды қосамыз. Және тағы да араластырып алыңыздар. Айранымызды қосып аламыз. Шым-шым тұзымызды қосамыз. Және ас содасын қосып араластырып аламыз. Менде бұл сливкеге осындай индийский порошокты қолдансаңыздар өте әдемі шығады. Цветі көп қосып жібермеңіздер, қанық болып кетуі мүмкін цветі, түсі. Менде осындай түс болды, мұны жақсылап араластырып аласыздар қойып. Какао қосып аламыз. Ұнымыздың жартысын қосып алыңыздар. Және разрыхлитель. Барлық граммдарын видеоның астына жазып кетемін. Араластырып аламыз. Екінші бөлігін қоямыз. Жақсылап араластырып, біздің қамырымыз енді дайын. Қамырымызды кез келген протеинге болсын, бисквит пісіретін кез келген ыдыстарыңызға қолдана берсеңіздер болады. Менде осындай кольцо, диаметрі 20 сантиметр. градуста 25-30 минут пісіріп аласыздар. Піскен-піспеген шпажканы тығу арқылы тексеріп алыңыздар. Енді креміне жасайық. Творожный сырды міндетті түрде 69% болған өте жақсы болып шығады. Қант ұнтағын қосамыз. Араластырып алыңыздар. Сливкиді қолданар алдында міндетті түрде шайқап алыңыздар, және салқын болғаны дұрыс. Біздің креміміз дайын, қою болып келеді осылай. Ал бисквитіміз де пісті, өте жұмсақ, арасы өте влажный болып келеді. Ешқандай пропитканың қажеті жоқ. Жақсылап осылай бәрін үгітіп аласыздар қолмен. Осындай стаканчықты қолданам, өте ыңғайлы және әдемі көрінеді. 2 қасықтан ас қасық салып шығамыз барлығына.
кем жерлер болса осылай қойып шығыңыздар. Енді үстіне кремімізді қойып шығамыз. Бұл трайфл кез келген ыдысқа қолдана берсеңіздер болады. Кремімізді осылай қойып шығасыздар барлығына. Енді үстіне бисквитімізді тағы да осылай майдаланған. Оның бетіне сливкиді тағы да жағып тегістеп шықсаңыздар, біздің шоколадымыз тегіс көрінеді. Алайда менде крем аз болғандықтан мен бетіне сразу шоколадты құйдым ерітіп. Менде осы шоколадтың 2 пачкасын қолдандым. Оған кішкентай ғана сливке қосып ерітіп аласыздар. Бұл трайфлдың бетіне жаңа айттым, кремді тағы да қолданып тегістеп шықсаңыздар, трайфлдарыңыз тегіс болады. Менде крем аз болып қалуына байланысты, осылай сразу бетіне шоколадты құйдым. Сонда да дәмі өте ерекше, өте влажный, пропитканың еш қажеті жоқ, өте дәмді. Сіздерге де осы рецепті ұсынып отырмын. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің видеомды достарыңызға бөлісе кетіңіздер. Трайфлдарымыз дайын, міне астарыңыз дәмді болсын. Менің каналымда көптеген тәттілердің рецептері бар. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.